Қайырлы кеш Жамбыл жұртшылығы, эфирде Аймақ, сіздермен бірге Арунай Нұрлан, бүгін көретіндеріңіз. Облыс әкімінің орынбасары жастармен кездесті. Жастар саясаты бойынша биыл қандай жұмыстар атқарылмақ? Су жаңа спорт сарайы Шу ауданы Дінмұхамед Қонаев ауылында кешен құрылысы қалай жүріп жатыр? Осы тектес қаржы пирамидалары жетерліктей, бірақ олардың басшыларын ұстап әсте оңай болмайды. Себебі кеңге жайылып кеткен мұндай істің артында үлкен дау бар. Мүмкін жұмыс тоқтауы мүмкін, жер үзіледі, бірақ ақша қайтарылмайды. Әріп танытып сауатын ашқан, білім нәрмен сусындатқан мектептің әр адам өмірінде алар орны ерек. Сағынышпен оралған Тұрар Рысқұлов ауданының Қызылпан Сұлтанбеков мектебін бітірген оқушылар білім ордасының табалдырығын қайта аттады. Бұл жолы оқуға емес, алған білімдері үшін ұстаздарына алғыс айту мақсатында. Туған жерге ту тіккен аға буындар білім ошағында әсерлі кездесу өткізді. Назерке Яздар қатсын. Жомарт түлек акциясы аясында алтын ұяларына қолдау көрсетуге келгендер жиыны ерекше форматта өтті. Ол айдеуіміз кездесу әдеттегіден бөлек. Қазақы нақышта төр бағдарламасы бойынша болды. Мектеп ішінде арнайы киіз үй дайындалып, қонақтарға мектеп төрінен орын берілді. Оқушылар жүрек жарды тілегін арнаса, ал үлкендер ақ батасын берді. Тіпті түлектерге қызықты сұрақтар да қойылды. Өмірлерінен кішігірім сыр шертіскен қонақтар бас қосуға себепші болған мектеп ұжымына дән риза. Воротадан кіргендегі ощущением бұлай бүгінгідей болады деп ойлаған жоқпын, шынымды айтсам, өте ризамын. Мен біткелі 36 жыл болды. Өте күшті, қазіргі дизайнға сай бәрі. Оформление, сіздің ойыңызда қалған қандай қызықты оқиғаны айтып беріңізші деді жаңа Қажымұрат мырзаға айтты ғой деймін. Маған сол айдар қатты ұнады. Сол кезде мен өзімнің мектептегі кішкентай кезіндегі немді ойыма түсіп кетті, шынымды айтсамшы. Сол айдар күшті ұнады. Аталмыш мектептен түлеп ұшып, туған жерге туын тіккен 7 жерлестің әрқайсысы облысқа танымал, кәсіпте де, үлкен өмірде де өз орнын қалаған тұлғалар. Бірі наубайхана ашып, бизнесті дөңгелетсе, енді бірінің жеке тіс емханасы бар. Арасынан депутаттар да табылды. Ал жиынның мақсаты да осы. Келешек ұрпақты еңбекқорлыққа тәрбиелеу, дәл осы қонақтардың ізін жалғауға бағыттау, жомарт жандарды қалыптастыру. Туған жерге туың тік дейді ғой, туған жерге деген тағзым, өзің туған еліңе деген сүйіспеншілік, туған жеріңе деген мейірім, өзіңнің ауылыңның, әсіресе ауданның, ауылыңның әлеуметтік экономикалық жағынан дамуына түлектерді үлгі ретінде шақырып отырмыз. Іс-шара барысында айтатын болады, өздерінің жеткен жетістіктері кейінгі ұрпаққа үлгі. Және де бүгінгі кештің қонақтары біздің тек қана мектепке ғана емес, ауылымызға да көптеген демеушілік жасаған жомарт адамдар, жомарт жандар. Тілге тиек ете кетсек, мектеп былтыр республикадағы үздік деп танылған 100 білім ордасының бірі саналады. Ал ауданның үздік 5-тігін толықтыруда. Мұнда жалпы 420 оқушы білім алса, 54 мұғалім ұстаздық етіп келеді. Білімгерлер жылда аудан, облыс және республикалық сайыстарда 100-ден жүйрік атанып, білім ұясын елге танытып келеді. Бұған қарап алда жомарт түлектер көптеп шығады деген үміт бар. Назерке Аяз тілеп берген Мейіржан Ерболат, Аймақ. Бүгін облыс әкімінің орынбасары студенттермен кездесті. Жиында Еркін Үйсінбаев жастарға ақыл айтуға емес, пікір алмасуға келген ашық айтып, еркін форматта әдемі әңгіме өрбітті. Қаладағы іргелі оқу орындарының бірі Мұхаммед Хайдар Дулати атындағы Тараз өңірлік университетінде өткен жиыннан әріптесім тарқатсын. Өткен жылы жастар саясатына облыста 2 миллиард теңге қаржы бөлінді. Жастарды қолдау бағытында атқарылған іс-шаралардың қатарында әулиеата жастары бағдарламасы бар. 27 жас игілігін көрген бағдарлама биыл да жалғасын табады. Сондай-ақ 2023 жылы атқарылуға тиіс жобалардың бірі жасыл ел жасақтарын құру. Ол үшін әр оқу орнынан еңбек етуге ниетті студенттер іріктелініп алынады. Осы жобаны қолдап, облыс әкімі, облыстық бюджеттік комиссия бізге 1 миллиард теңге бөліп жатыр биыл. Қосымша отбасы банкта бізге тағы да 1 миллиард теңге беріледі. Сонда егер осы жылы 27 адам болатын болса, біз былтыр алатын болса,
биыл біз 150 жастарға сондай пәтер беретін боламыз отбасы банк арқылы. Пайызы өте төмен. Оның ішінде сіздердің де университеттердің қызметкерлері бар, осы жерде жұмыс жасайтын лаборанттар. Аймақтың бас идеологы мемлекеттік бастамаларда, бағдарламаларда іске асыратын жалынды жастар қажеттігін ескерді. Ал ел болашағы отанды сүйетін бүгінгі ұрпақ қолында. Осы биікке өзімнің патриоттығымның арқасында жеттім. Сіздерді де рухты болуға шақырамын деді Еркін Үйсінбаев студенттерге. Жастар қызықты әрі көкейлеріндегі сауалдарды жолдады. Жауабын алды. Өзіміздің мамандықтан бөлек, осы діни сауаттылыққа байланысты бірақ қосылса екен, осыған көзқарасыңыз қалай? Енді сіздердің бағдарламаңызды, оқу бағдарламаңызды мен білмеймін, бірақ қазіргі университеттерге автономия беріп отыр ғой. Әр университет басшылығы, осы жердегі педагогтың құрамы өздері шешеді. Сіздер ұсыныс беріңіздер, деканатқа беріңіздер, университетке басшысына беріңіздер. Мүмкін ол сол пәнде кіргізетін шығар. Мен негізі оны қолдаймын. Студенттерге бүгінгі басшымен өткен дәріс ұнады. Мемлекеттік бағдарлама аясында басталған ресми әңгіме бейресмиге ауысты. Жастардың арқасында Еркін Үйсінбаев өзінің студенттік кезінде еске алды. Айта кетейік, облыста 350 мың жас азамат бар. Оның 133 мыңы қалада тұрса, 217 мыңы ауыл азаматтары. Гүлнар Тайжан, Нұртай Ибрай, Мейіржан Ерболатов, Аймақ. Нағыз таланттар ауылдан шығады, қолдау болса болғана. Шу ауданы Дінмұхамед Қонаев ауылында 108 орындық спорт нысаны бой көтеруде. Осы уақытқа дейін аудан әкімі саңлақтарды тәрбиелеп шығару үшін спорт нысандары жеткіліксіз екендігін көтерген. Енді осы мәселе жақын күндері шешімін таппақ. Спорт денсаулық кепілі дейтін ауыл жастары жасалып жатқан жұмыстың аяқталуын асыға күтіп жүр. Олай дейтініміз, ауыл әкімнің сөзіне сенсек, бокс және күрес спорт түрлеріне балалардың қызығушылығы көп. Бұл атаулы құрылыс Шу аудандық сәулет қала құрылысы және құрылыс бөлімінің бақылауында. Жобаның жалпы құны 365 миллион теңге. Атаулы объекттің ішінде мердігердің бастығымен сөйлескенімізде кішкене изменение жасадық. Екінші этаждағы жаңағы нені залды расширять етіп, жаңа бір бокс секциясы, бокс залын ашып жатырық, және сонымен қоса күрес залын ашып жатырық. Оған да баса бұл объекті өзі нақты айтатын болсақ, облыс бойынша, мен түсінгім бойынша үлкен объекті, біріншіден, екіншіден бұл қызыл кірпіштен соғылып жатқан объекті, ананда сенгиш панель емес, ұзындығы 52-де, ширинасы 28 метрді құрайды, и ішінде 108 отыратын, көрермен отыратын орындық бар. Коридор бола ма жерде? Коридор болады ғой енді. Коридор болғанда енді мынаяқтарға есікке кіру керек. Мынаяқтағы адамдар бері қарай. Құрылысшылардың сөзінше нысанның 50-60% аяқталған. Қыстың суығына байланысты жұмыс кеш басталған көрінеді. Қазіргі уақытта бір нысандық топта 30-35 жұмысшылар еңбек етуде. Оның 70-80% ауыл тұрғындары көрінеді. Олар жатар орынмен 3 мезгіл ыстық тамақпен қамтылып отыр. Құрылыс материалының көбісі біздің осы отандық материалдар, кірпіш, цемент, оның бәрі арматура, бәрі өзіміздің Қазақстаннан шығып жатқан производстволардың материалдары. В основном бәрі 90% қазақстандық материал. Жаңа құрылыс өткен жылдың қыркүйек айынан басталған. Ал аяқталу мерзімі ағымдағы жылдың маусым айына жоспарланған. Естеріңізге сала кетейік, Дінмұхамед Қонаев ауылы Шу аудандағы ең үлкен ауыл болып саналады. Өйткені 1130 аула саны 6000-ға жуық тұрғыны бар және 18 ұлт өкілі тату-тәтті өмір сүруде. Арунай Нұрлан, Мұхтар Әлішев, Аймақ. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың жарлығымен бекітілген 10 жобаның бірі қауіпсіз ел ұлттық жобасы. Қауіпсіздік тек шекара аумағында ғана емес, барлық жерде сақталуы тиіс. Әсіресе, ата-ана жұмысында немесе үйінде баласын мүлде алаңдап отырмау қажет. Осы бағытта Меркі ауданында атқарылып жатқан жұмыстардың барысы қандай? Білім беру мекемелері қаншалықты қауіпсіз? Арнайы зерделеу тобы профилактикалық іс-шаралар және тексеру жұмыстарын жүргізді. Сюжет көріңіз.
Мектептегі қауіпсіздікті қамтамасыз ететін соңғы құрылғылардың бірі бейнебақылау. Меркідегі 36 мектепте 661 дана бейнебақылау орнатылған. 16 мемлекеттік және 12 жекеменшік балабақшаларда 349, 7 мектептен тыс мекемеде 62 дана камера қалыпты жағдайда жұмыс істеп тұр. Бейнебақылау камераларының ақпаратты сақтау мерзімі 30 тәулікті құрайды. Цифрлық камералар саны 82, аналогтық камера саны 579-ды құрайды. 11 мектептің бейне бақылау камералары біздің Меркі аудандық полиция бөлімінің ғимаратына орнатылды. Бұл жерде біздің бөлінген арнайы мамандарымыз күнделікті бақылау жүргізіп, мониторинг жасайды. Бұл жерде бұрын соңғы қандай да бір бұзушылықтар басқалар орын алған жоқ, бірақ күнделікті бақылаудың нәтижесінде егер сондай бір бұзушылық басқа болмаса, дер кезінде жұмыс жасауымыз. Сонымен қатар Асқаров атындағы мектеп гимназиясы мен Мұхтар Әуезов атындағы мектеп лицейінде бейнебақылау камералары аудандық полиция бөлімінің жедел басқару орталығымен тікелей байланыстырылған. Яғни тәртіп сақшылары ол мектептерде не болып жатқанын онлайн режимде бақылай алады. Құқық қорғау мекемелері тарапынан 16 мектепте мамандандырылған күзет қамтамасыз етіліп шарт жасалған және дабыл түймелер орнатылды. Әлемнің түкпірінде болып жатқан түрлі оқиғалар қазіргі таңда білім беру саласында қауіпсіздік мәселелерінің өзектілігін көрсетеді. Әр ата-ана баласының қолайлы ортада болғанын қалайды. Меркі ауданы бойынша 16 жалпы білім беретін мектебіне мамандандырылған күзет қызметі жұмыс атқарады. Яғни сырттан келген бөгде адамдарға шектеу қояды. Және де осы 16 жалпы білім беретін мектебінің бейнебақылау камералары аудандық полиция бөліміне интеграцияланды. Арнайы топ төтенше жағдай қауіпсіздігі бойынша да тексеру жұмыстарын жүргізді. Мектеп әкімшілігіне түсіндіру жұмыстары жүргізіліп, мектеп аумағына бейтаныс адамдарды тексерісі және арнайы рұқсат құжатынсыз кіргізбеуді тапсырды. Құралай Нұрланқызы, Мұхтар Әлішев, Аймақ. Былтыр Қазақстан мен Қытай арасындағы тауар айналымы 24 миллиард доллардан асқан. Қазақстан әлі де қосымша 135 тауар түрі бойынша отандық өнімнің экспортын 1 миллиард долларға арттыра алады. Әсіресе металлургия, мұнай, химия, тамақ, машина жасау және құрылыс тауарларын сыртқа шығаруға мүдделі. Бұл туралы Алматыда өткен Шыңжаң Ұйғыр автономиялық ауданы арасындағы қарым-қатынастарды нығайту туралы бас қосуда айтылды. Сюжет көріңіз. Қытай мемлекеті Қазақстанның ең ірі сауда серіктестерінің бірі. Алыс-беріс жақсы дамыған. Тек сауда-саттық емес, екі ел арасында мәдени байланыс орнаған. Кеше Шыңжаң Ұйғыр автономиялық ауданы партия комитетінің хатшысы Ма Синьчжуй Алматыға ресми сапармен келді. Қазақстан мен Қытай шекара ынтымақтастығының екінші достық диалогына қатысушылар екі жақты экономикалық өзара қарым-қатынастарды нығайту туралы келісті. Шара аясында жалпы соммасы 565 миллион доллардан асатын екі жақты 18 құжатқа қол қойды. Ма Синьчжуй мырза бірінші рет Қазақстанға сапармен келді. Қытайдың экономикалық мүмкіндіктері, не істейміз, қалай істейміз сияқты барлық мәселелерді талқылап жатырмыз. Негізгі біздің мақсатымыз Қытай мемлекетіне Қазақстанның ауыл шаруашылығы өнімдерін шығару болып табылады. Вице-премьерінің хабарлауынша, Қазақстан қытайлық сатып алушыға 135 тауар бойынша өнеркәсіптік және ауыл шаруашылығы тауарларының кең ассортиментін ұсынуға дайын. Атап айтқанда, Қазақстанның кәсіпорындар Қытайға салқындатылған ет өнімдерін, балық өнімдерін, құс еті мен қосалқы өнімдерді, шошқа етін, жұмыртқаны, жылқы етін және жоғары маржиналды тауарлардың басқа да түрлерін жеткізе алады. Бұл үшін қазақстандық ет өнімдерін Қытайға экспорттауға жануарлардың ауруларымен байланысты шектеулерді жою өте маңызды. Жақында жануарлардың денсаулығын сақтау дүниежүзілік ұйымы аусыл тіркелмеген және оған қарсы екпе салынған Қазақстанның 5 оңтүстік шығыс аймағының мәртебесін растауды ұсынды. Форумда тараптар жол бойындағы өткізу бекеттері, логистикалық орталықтар мен көлік инфрақұрылымы жұмысының тиімділігін арттыру жолдарын талқылады. Қазіргі уақытта Қорғас және Қорғас шығыс қақпасы сауда инфрақұрылымы мен шекаралық бақылау жүйесін жаңғырту шаралары қабылданып жатыр. 2022 жылы Қазақстанның темір жолы арқылы транзитпен жүк тасымалдау көлемі 1,1 миллион тоннаға ұлғайып, 9,4 миллион тоннаға жетті.
Олар әуелі тұрғындарға криптовалюталық және басқа да инвестициялық құралдарды сатып алуды ұсынады. Осылайша, кезекті құрбан, жылжымайтын мүлікті, автомобильдерді сатып алуға, міндеттемелерді өтеуге және инвестициялауға байланысты жағдайларды жалған түрде ұқсастыратын ойын алаңына тап болады. Кезекті материал өздеріңіз түсінгендей көпті қармағына түсіріп, талайдың өмірін ойраңдаған қаржы пирамидасы жайлы. Республикамызда шулы оқиғаларға қысқа шолу тілші материалында. Сіз бағанағы шығарған ақшаңызды уже қайтарып алдыңыз. Міне күні кеше ғана біздің компанияға тіркелген жас отбасы, бүгінде қателеспесем, кеше ғана Hyundai Elantra жаңа модельді 2023 жылғы автокөлігін жеңіп алды. Одан бөлек біздің компанияда шетелге шығуға да мүмкіндіктер болады. Жақсы, енді бұл қаржыны нақты қанша уақытта қайтарып аламын? Ой, Гүлнар, бұл қаржыны салғаннан кейін нақты бір айда сіздің өміріңіз түрлі түске боялады, мүлдем өзгереді. Бұрынғы Гүлнар жоқ, басқа Гүлнар пайда болады. Дәл осылай басталатын ертегінің қай уақытта аяқталары нақты белгісіз. Бірақ шындығы әйтеуір ашылады. Басында басыңды айналдырған адамды кейін айналадан да таппай қаласың. Сосын әркім өзінше ақшасын қайтаруға тырысып, әділдік іздейді. Қарапайым халықтан қаржы үптеудің пирамидалық тәсілі талайдың өмірін ойран етті. Бірақ бұл кеше ғана келген бәлекет емес, бастауы әріде жатыр. 1994 жыл Смағұлов және Ко құрбаны 35 мыңнан астам адам. 1997 жыл МММ құрбаны 10-15 миллион адам. 50 адам өзіне қол жұмсаған. 2008 жыл Алтын ғасыр негізін қалаушы 25 жасар қыз 5 жылға сотталды. 2009 жыл Шахтас микрокредиттік ұйымы 7 миллион 231 мың теңге тәркіленген. 2011 жыл Миллионерлер клубы 41 миллион теңге тәркіленді. 2011 жыл Жаңа дәуір 179 арыз түскен. Менің түсінігімде қазіргі уақытта азаматтардың көбінесе қаржы пирамидасына алданып қалып жатқандығы негізінен әлеуметтік жағдайдың нашарлығынан деп біледі. Неғұрлым осы халықтың табысы төмендеп кедей халық көбейсе, соғұрлым олар сондай тез арада ақша тапқысы келіп, сондай қаржы пирамидаларына алданып қала беретін болады. Бұл ең бірінші фактор, ол елдегі әлеуметтік жағдай деп ойлаймын. Екінші мәселе, азаматтардың өзінде қаржылық сауаттылығының төмендігінен болады. Бірақ бұл екінші мәселе менің түсінігімде. Егер де азаматтарымыз қаржылық сауаттылығы мықты болса, онда қаржы пирамидаларына алдануы әлдеқайда төмендейді деп айтуға негіз бар. 2017 жылдан 2019 жылдың қыркүйегіне дейін Қылмыстық кодекстің 217-ші қаржылық пирамиданы құру және оған басшылық ету туралы бабы бойынша 200-ге тарта іс қозғалған. Осы уақыт аралығында тек аяқталған қылмыстық істер бойынша материалдық залалдың жалпы сомасы 8,3 миллиард теңгеден асты. Жапа шеккендер осы қаражаттың 5%-ын ғана өтей алды. Ең үлкен сол формасы құқық уәдеге негізделеді. Ешқандай лицензиясы жоқ. Ұлттық банктан қазіргі уақытта қаржылық қадағалау агенттігі лицензия береді. Арнайы осы қаржылық операциялармен айналысу үшін, депозиттік немесе кредиттік операциялар жасау үшін арнайы қаржылық қадағалау агенттігі лицензия болу керек. Оларда ондай лицензия жоқ. Және де сол халықтың арбауына, алдауына қарай жүгінеді. Десе де қаржылық пирамидалардың іс-әрекетінен тек адамдар ғана жапа шегіп қоймайды. Сонымен қатар сол елдің экономикалық жағдайы да төмендейді. Халықтың мемлекеттегі басқа қаржылық институттарға сенімі азаяды. Адамдар артық ақшаларын банктерге салуға, бағалы қағаздар сатып алуға асықпайды. Сөйтіп, кез келген елдің экономикасында үлкен рөл атқаратын инвестиция көлемі күрт азайып кетеді. Привела к тому, что люди остались без домов, без квартир, без машин. Это афера, потому что алмаз собирал. Осы тектес қаржы пирамидалары жетерліктей, бірақ олардың басшыларын ұстап әсте оңай болмайды. Себебі кеңге жайылып кеткен мұндай істің артында үлкен дау бар. Мүмкін жұмыс тоқтауы мүмкін, желі үзіледі, бірақ ақша қайтарылмайды. Халқымыз ежелден тегін ірімшік тек қақпанда ғана болады деген. Гүлнар Тайжан, Нұртай Брай, Аймақ.
Бүгін аймаққа келіп түскен ақпараттар легі осындай. Басқа да жаңалықтарды YouTube, Facebook немесе Instagram парақшаларынан көре аласыздар. Жағымды жаңалықтардың жаршысы болайық.